Осындай жақсы нотада Алла разы болсын. Жазылмағандарыңыз міндетті түрде жазып қойыңыздар деген өтініш. Скажите, что означает видеть несколько трупов во сне, запах протухшего мяса? Означает, что этот человек сквернословит о ком-то, либо сквернословил о ком-то, а эти люди, насколько это мясо протухшее, скорее всего, это близкие люди. Близкие люди. Поэтому это тот человек, который покаяться, сделать таубу. Жүкті әйел нешеге дейін намаз оқиды? Жүкті әйел бала туғанша оқиды. Бала туып жатса да, толғақ ұстап жатса да оқиды. Әкеміз арақ іше берсе не істейміз? Осы жерде аккаунтта мен айтқам, видеосы бар, не істеу керек екендігі айтқанбыз. Қаза намаз туралы түсіндіресіз бе? Қаза намаз уақыты шығып кеткен намаз. Оны қолыңыз бос болған кезде тек қана парызын өтейсіз. Кремацияға қалай қарайсыз? Кремация шариғатта мұсылмандарға рұқсат етілмейді. Жерлеу міндетті болған. Баланы 3-ке толмай сүндеттеуге болады ма? 3 жасқа толуға 1 ай бар. Болады. Ұстаз, адам жынмен сөйлесетіні рас па? Рас. Маған жауап қатпадыңыз, тағы жазыңыз. Мүшелге толғанда киімдерін таратқан дұрыс па? Киімдерді тарату төңірегінде мүшелде ол бұрын болған. Киімдердің қадыры, дәрежесі, әрі киімдердің жоқшылық заманда киім берген, қымбат нәрселер. Қазіргі сіздің қымбат киіміңізді ешкім алмайды. Барлығы қазір кірпияз. Сіздің иісі шыққан, сарғайып кеткен, қолтығы көгеріп кеткен киімдеріңізді ешкім кимей алмайды да. Менің жолдасым шілде келгенде жынданып кетеді. Не істеуге болады? Маған жауап беріңізші. Дем салдырып оқытыңыз қызыңызды, әйеліңізді, жолдасыңызды, оған шілия деп айтады. Вахабиттердің нағыз мұсылмандардан қандай ерекшелігі бар? Қай жерінде олар дұрыс ойда болады? Оларменен біздің келіспейтін негізгі жеріміз Алла тағалаға сипат берудегі. Алла тағаланы олардың бір нәрсеге ұқсатуында. Яғни оны түсініктеме айту үшін Аллаға қатысты, құлшылық намазға қатысты сенімдегі. Одан кейін намаз оқымағандарды кәпір деп есептейді олар, біз олар есептемейміз. Одан кейін барып Аллаға мекен орын бергендігі, содан кейін кейбір мәселелерде шектен шығу үшін болған үшін. Фатиха сүресін суға дем салып емделуге бола ма? Бірінші дәрігерге барып емделесің, дәрігермен бірге қосымша дополнительно сүрес оқып емделе бер. Тек қана суға дем салып оқи берсең, докторға бармасаң, ауырып өліп қаласың жаным. Намаз оқимын, көңілім басқа жақта, әр нәрсені ойлаймын, ойымды жинақтай алмаймын. Ол күнә ма дейді. Күнә деп айта алмаймын, намазыңыз қабыл болады, ойда намаз бұзыла береді, біз пендеміз, ойымызға сан түрлі нәрсе келеді, шайтан азғырады. Тіпті ойыңыз мына білу керек, неден жай намазда ауыстырып көріңіз. Жай намазда суретке қарап, сол сурет арқылы бейтіп нейросеттеріңіз көтеріліп кетсе, суреттің бетіне бір нәрсе аппақ бір нәрсе жауып қойыңыз. Немесе жай намаз теріс айналдырып оқыңыз. Түк болмаса көзіңізді жұмып оқыңыз. Әйтеуір не керек? Ойды бұзбауға тырысыңыз. Сұрағым бар еді, қиямет күні барлық адамдар, барлық әлем шарында барлық адамға ғана келе ма? Сол жайында нақтырақ болса Алла разы болсын дейді. Баракаллаху фикум. Әлбетте, жер бүкіл барлық әлемге келеді, дүниеге де келеді, қияметке, жындарға да келеді. Барлық Алла қандай әлем жаратқан болса, бізге белгісіз, бәріне қиямет болады. Хақ. Өйткені өлгеннен кейін қайта тірілу, қияметке сену, біздің ақирет күні сену негізгі иман сенімінің бір нүктесінің бірі болып табылады. Ақтық сапарға шығару, жуындыруды айтыңызшы. Ақтық сапарға шығарып салу, жуындыру парыз болып есептенеді. Өлген адамға істелінетін 4 парыз бар. Біріншісі жуындыру, кебіндеу, жаназа оқу және жерлеу. Енді 5-шісін біз өзіміздің ұлттық салтымызбенен дұға қылуымыз бар. Бұл қажетті дүниенің біреуі. Енді
Яжүж-мәжүж тайпасы тозаққа түсе ме дейді. Яжүж-мәжүж туралы YouTube менің арнамда толық салған видеом бар, көріп шығыңыз. Қайтқан кісінің киімдерін не істеген дұрыс? Өздеріңіз киіп бітіресіздер. Кигенше. Киілуге келмейтін киімдерін тастайсыздар. Орамалмен келген соң шалбармен жүру дұрыс па? Шалбардың кең шалбар болатын болса проблема жоқ. Жаңағы алды, арты, бөкселер көрінбейтін шалбар болса проблема жоқ. Яғни тырыстырып тұратын киім жақсы емес. Немесе джинсы кисе де джинсиден төмен түсіп тұратын көйлектің жамбас жағы жауылып тұру керек. Арқасы бар адаммен сөйлесу қате ме? Қате болады. Кәпірлер кімдер дейді? Кәпірдің кім болғаны бізге маңызды емес. Кәпірді кәпір деп айтудың өзі парыз емес. Такфир жамағатында кәпірді кәпір демесең, сен кәпір боласың деген бір сондай түсінік тұжырым бар, ол қате түсінік. Біреуді кәпір қылғаннан Алла саған сауап жазбайды. Біреуді мұсылман қылғаннан сауап жазылады. Сондықтан кәпірменен салғыласу дұрыс нәрсе емес. Сіз кәпірменен салғыласқанша, жаңа біреудің айыбын мінін шұқығанша өзіңменен алыс өлгенше деген атамыз қазақтың жақсы сөзі бәрімізге үлгі болады. Яғни біз бір-бірімізді чұқумен емес, өз-өзімізді чұқумен айналысуымыз керек. Біз өзі чұқитын адам таппасақ, аспандағы айға тиісеміз, бұлтқа тиісеміз, жаңбырға тиісеміз. Жаңбыр жауа берсе, аспан тесіліп кетті ма, неғып тесіліп кетті ма деп, кешегі айтқан новогодный ночта айтқан салюттардан аспақ тесілмек түгір, аспан айырылып кетті. Сондықтан да ардақтылар, біреуді шұқу жақсы нәрсе емес. Кәпір болса да. Балаларға дінді үйрететін қандай кітаптар оқуды кеңес бересіз дейді. Балаларды кітап оқудан бұрын бала мынандай дүние бар. Бала тәрбиесінде дейді ең үлкен кітап бар. Ол қандай кітап? Қалай ойлайсыздар? Осы мен сіздерге сұрақ қойыншы. Бала тәрбиесінде ең үлкен кітап қай кітап? Қай кітапты оқу керек вообще? Сіздердің ойларыңызда. Соң мен жауабын айтып көрейін. Неге бізді оқымайсыз? Кешірім сұраймын. Ораза ұстауға ниеттеніп отырмын, бірақ қарыз күнімді ұмытып отырмын. Бөпелі болып ұстай алмадым. Ештеңе етпейді. Қанша күн ұстасаңыз сонша көп болады. Азекелаев, тамаша. Әкесі емес, әкесі ата-ана, дұрыс досыма. Ата-ана кітабын оқу керек бала. Бала ата-ана кітаптан артық кітап жоқ. Құран ол Құранды білмейді ғой бала. Құран жаттағанша не кітап оқу керек? Материнская любовь деген де аз. Материнский любовь болса, әке қайда қалады. Ол Некрасовтың сөзі. Некрасовтың сөзі біздің мұсылманға келе бермейді. Некрасовтар, Ломоносовтар оқу керек. Сізбен біз мұсылманбыз. Бізге ата, ана екеуі бірге махаббатын береді. Бала ата-ананың махаббат дегенде мынау көп адам былай түсінеді екен. Жаным, 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 жаным деген махаббат. Жоқ, сен өзіңді тәрбиелейсіз, жандерім. Өзіңізді жақсы қылып балаға көрсетесіз. Яғни екіжүзділік емес. Бізде кейбіреулер бар, көшеде жақсы адам, үйге келгенде тиран, немесе жауыз. Бір қарындасым жазады, әйелі күйеуім дейді, үйге келген кезде боқтай береді. Кеше ғана оқып шықтым бір комменті сұрақты. Жекеме жазған екен, күйеуім үйге келген сайын боқтайды дейді. Көшеге шыққанда дейді, үлкен қызметте дейді, кәдімгі бүйтіп отырады, елге ақыл айтатын адам дейді. Ал енді үйге келгенде боқтайды дейді. Екі сөздің бір боғауыз дейді. Немесе бір әйел айтады, өткенде күйеуім осыра береді дейді, жел шығара береді дейді. Үйге кіреді, осыра береді, жел шығара береді дейді. Енді ішіге бетін шығарсам, жоқ дейді, өз-өзін ұстамайды дейді. Бастық өзі дейді, бір жерде жұмыста осырама десем, жоқ дейді, жел шығармайды дейді. Енді ол не десе, сөйтсе, өзімнің үйім ғой деп айтады дейді. Енді өзімнің үйімде ғой деп бәрін боқтап қара берсе бола ма екен? Жақсы нәрсе емес қой ол. Сондықтан әр нәрсе үйде адамның үйде сыналасыз. Бала сізге қарап өседі. Үйде өзіңіз жақсы көрсетіңіздер. Бала ата-ана кітабын оқу керек. Ата-ана кітабын сіздерді оқысын балаларыңыз. Міне менің әкем қандай адам, міне менің анам қандай адам деп оқысын. Оның тек қана махаббаты, любовь, айфон, киім, кешек бенен өлшенбейді. Бізде осы нәрсе бар. Өздеріңіз керемет қылып көрсетіңіз. Әйеліңізді алақаныңызға салыңыз, балаңыз көрсін. Ертең қызың сондай алақанға салынады. Балаң өз жарын өзін сөйтіп алақан салады. Міне осындай бізге қажетті ұлы дүниені біреу. 48 мүше жас па дейді. Жоқ, 48-ге қараған жас. Қалай сабырлы болуға болады? Тез ашуланшақ болып кеттім дейді.
Аллах Тағаланың сабур деген атын айтыңыз. Содан кейін осы нәрсені, сабурды таспиға салып жүріңіз. Содан кейін ашуланшықты басатын жақсы нәрсені біреу ла иляха иллалла, зікірлердің абзалы. Қожа Ахмет Ясауи бабамыз айтады, зікірлердің абзалы ла иляха иллалла. Соны таспа алып алыңыз, анда электронный. Соған айта беріңіз. Жынданған сайын соны баса бересіз, ашуыңыз иншалла орнына түсетін болады. Такси сүре тыңдап отырған водительмен дейді, боқтықты соққанын көргенмін дейді. Таксист сүретіңді. Енді адам ол, пенде жан. Сіз енді ол көргенде болды, мен мұсылман болмаймын демейсіз ғой. Бір молда мысалы бір нәрсе істеп қойса, ой, бұлардың бәрі мен мұсылман болмаймын демейсіз. Ол адам, ол пенде, ол қателеседі, ол етпен сүйетін. Сіздер оны үлгі қоймаңыздар өздеріңізге. Пайғамбарды үлгі қойыңыздар, Құранды үлгі қойыңыздар. Мені үлгі қоятын. Мейлі үлкен бабаларымызды қойыңыздар. Ұлағатқа елге аты заты қалған. Ол жаңағы орамал таққан адамда қателеседі, сақалы бар да қателеседі, имам да ол пенде. Номеріңді айт, жалмауыз, номеріңді айт десе де, күліп қойып номеріңді айтып кете бер ары қарай. Жоқ, анау мынау деп, ол адам, ол пенде. Екі қабат кезінде ораза ұстауға бола ма дейді. Денсаулығыңызды күткеніңіз жақсы. Кейін ұстайсыз. Бейсенбі жұма күні кір жууға бола ма дейді. Кір жиналып қалған болса жуа бер. Кірді қолмен жумайсың, стиральный машинамен жуасың. Біреуге ақысын беріп Құран қатын бағыштаған болсақ бола ма? Болады. Жолдасым, баланың тәрбиесі сенің мойныңда дейді. Мен спрос болады ана дүниеде десем күледі. Менің бәрі мойын іліп қойғансың деп күледі дейді. Дұрыс айтады. Қазір қаласақ та, қаламасақ та әйелдердің мойнына ілініп қалды. Бала тәрбиесі. Негізі ұл перзент ұрпақ тәрбиесі әкенің мойнында болу керек еді. Бірақ өкінішке орай заманымыздың тарлығы ма, пейіліміздің тарлығымыз ба, ниеттің дұрыс еместігі ма, әйтеуір не керек, әйелдердің мойнына ілініп қалды. Сондықтан әйелдер дұрыс сол үшін айтады. Не үшін бала тәрбиесі әйелдіге үйленуден басталады дейді. Өйткені үйленген кезде сен кімнен бала туылады? Ол бала анасымен қандай тәрбие мәміле құрады? Ол соған көп дүние байланысты. Күйеуіңіздің айтқан сөздің бір шеті дұрыс. Ажырасу қатты күнә ма дейді. Страшный күнә, ужасный күнә. Ажырасқан сайын күнә. Алла Тағаланың тағдыры деп шайтан кайфовать ететін дүние. Кайфовать, хочу кайфовать деген тура сол. Шайтанға айтылды өлеңі сол. Ажырастырып, хочу кайфовать деген сөз сол. Ажыраспа. Максимально, енді ұрып, соғып, өлтіріп баратса, полиция бар, басқа бар. Әйтеуір амалда. Бірақ семья, мен имам ретінде, дін қызметкерлері ретінде отбасының сақталуына міндеттімін. Маған сөйлеп қойды, маған бүйтіп қойды, маған сөйтті, боқтады, бір нәрсе қылды деп семьяны ыдыратқандар. Уахам, соның ортасына түсіп алып, өсек айтып, сенің бүйткенде енем мені бүйтті, енең сөйтті деп ажырасқаннан абырой таппайсың, орден таппайсың. Біреуден ажырасып, одан ары қарай тағы күйеуге шығып бақытты болған жақсақ шығар. Бірақ орден тағылмайды саған ол үшін. Тас түскен жеріне ауыр алтыным, тастай батып судайсың деген саған жақсы насихат айтқан тойда бүкіл қазақ болып айтқанбыз. Соны отбасын сақтап қалу, бұл даналықтың даналығы, ұлағаттықтың ұлағаттығы. Кетем деп кету, ол ұлағаттық емес. Өзің өмірің өзің шешесің. Біз жаман деп айтамаймыз оны. Бірақ қалай болғанда да жалғыз әйел бала тәрбиелеу өте қиын. Материально да қиын, морально да қиын, физиологиялық жағдайдан да қиын. Бала өскеннен кейін әке қалайды. Анашы менің әкем қайда, барлығы әкесі бар дегенде не айтасыз? Қандай күйге түсесіз? Сондықтан әкелерді ардақтаңыздар. Идеальный әке болмайтын шығар. Сіз ойлағанда әке болмайтын шығар. Елдің алдында сызылып сөйлеп, құда болып, күшті болатын әкелер көп. Өз перзентіне қадір жарымаған, әйеліне жарымаған, әйелін ұрысқан, әйелін боқтаған, әйелінің қадірін түсірген, аяққа таптаған ғұламалар да бар, керек десеңіз. Сондықтан да бір әйелін таптап, екінші қатын алып, қатыннан қатын көбейтіп, сөйтіп жүргендерді жеткілікті. Оның талайын білеміз. Өздері де біліп отыр, өздері де естіп отыр. Кімге айтылып отқан бұл сөзді. Сондықтан, ардақтылар, біз жанұяның бекем болуы, мығым болуы, отбасының тату тәтті болуы, перзенттердің жақсы толық ата-анадан өсіп өніп шығуы, боғауыз көрмеген, айғай-шу көрмеген, қатты сөз естімеген отбасынан қазақтың келешек салиқалы ұрпақтары шығады. Димаш Құдайбергеннің бір сұхбатында марқұм атасы туралы айтқан кезде, менің атам біздің отбасымызда дауыс қатты көтерілмеген ешқашан деді. Сондай тыныштықтан, сондай бейпілдіктен, сондай ұлағаттықтан ұлағатты перзенттер туылады. Айғай-шу болып қырғын болған жерден ешқашан жақсылық шықпайды алтыным.
Құран хатым жайлы айтыңызшы. Құран хатым басынан аяғына дейін Алла ризалығы үшін оқып шығып, сенің қайтыс болған атаңа, апаңа немесе оптам бәленбай адамға бағыштап беретін үлкен еңбекті айтады. Ең жақсы өзің оқығаның жақсы. Ол Құран хатымды қари болсаң жатқа оқисың. Жатқа білмесең, кітаптың бетіне қарап тұрып, ежелеп оқисың. Скоросыңа байланысты. Қанша сөзді минут секундына оқисың. Неғұрлым тез оқысаң, 5 күнде оқып тастауға болады. Тоқтамай ана ютубты қосып қойсаң, 7 сағат, 6,5 сағатта оқиды. Тоқтамай оқиды ол. Енді сондай адам жоқ, ол дәретке барады, не керек? 3 күн, 5 күн, 1 ай, 40 күн, 10 жыл, 1 жыл оқиды шамасына қарай. Бұл саған оқылған Құран хатым. Соны сен әке-шеңе бағыштайды. Соны жаңағы бағыштаған кезде 10 мың бердім, немесе 15 мың бердім деп санайтын дүние емес. Ең жақсы келісіп алыңыз. Сізге оқып берейін, оқып беріңіз маған. Қаншаға риза боласыз, сіздің еңбегіңізді білем, бас аяғы тең келмейтін дүние. Бүкіл жұмысын тастап, менің қайтыс болған ата-бабамды құрметтеп Құран оқыватсыз деп өз қолыңыздан келгені молдекеңе бересіз. Егер бергеннен кейін жүрегіңіз ауырып, ай көп жеп қойды ол деп переживать етсең, лучше бермей-ақ қой. Өзіңіз оқыңыз. Баланың тілін үздешкісін тартып бере аласыз ба? Иә. Жанран ағалайым кісіне қазақ халқына астағфирулла етіп қайтты, мақтамаңыздар. Майра ханым, рахмет ниетіңізге, Алла разы болсын. Мен оқысам құтырып кетем тағы да. Соқтан рахмет. Сыртымыздан дұға қойыңыздар, болды. Мәйтті соңғы сапарға шығарғанда бет жүзін көрген дұрыс па? Қадетті. Бейтке барғанда. Негізі біздің қазақ халық салтымызда көрсетпейді. Бұл біздің әйелдерімізді ұлықтау болып есептелінеді. Кейбір жерлерде мына татар, басқа халықтарда бетін ашып қойып жылайды. Өлікті ортаға қойып қояды, түркі халқы басқа халықтар. Сосын бәрі құшақтап бетіне қарап жылайды. Бізде бұл келмейді. Біздің салтымызда бабаларымыз әйелдерді ардақтап, жүрегі нәзіктерді құрметтеп, бетін даже қабірге кірген кезде аштырмаған. Адамды қабірдің ішіне салады, салған кезде бейтіп бұрады, бұрған кезде даже бетін бейтіп кебінді аштырмаған. Өйткені бұл сондай ұлағатты нәрсе. Алла тағала жүзін нұрлы қылса болды жан. Бетін ашқаннан ешқандай нәрсе жоқ. Барып келіп құшақтап бетін сүйіп, сүйсең жаңағы суисың деген нәрсен бәрі қажет емес. Суитын адам былай-ақ суиды. Сумай-ақ қойсын. Суис деген не деген сөз? Ұмытып, ләйліп кет деген сөз емес ол. Ұмыту деген сөз ол аруақ қашан өледі деп Қаз Дауысты Қазбек биден сұрағанда, аруақ ұмытылған күн өледі деген. Біз ұмытылмауымыз керек. Сіз бен біздің тәрбиеміз мәңгілікке қалу керек. Біз дүниеден кетсек, біздің бала шағамыз артымызда дұғашы болып мәңгі қалу керек. Янтарный бусы тағу шығырық па? Жоқ. Янтарный бусы неге пайдалы? Зопқа пайдалы деп айтылады. Сондықтан бұл нәрсені таққан дұрыс. Бірақ тек қана янтарный бусы таға беріп, йодированный тұз жемесең, тоже пайда жоқ. Сол үшін бұл в комплексе екеуі жақсы нәрсе. Физиотерапияға жақсы нәрсе. Екінші баламның фамилиясы әкесінің аты болса, бола ма? Енем ренжімейтіндей, қалай түсіндіруге болады? Бала әкесінің фамилиясында болу керек қой, күнә болады екен дейді. Күнәнің күнәсі балаға тәрбие бермеу, Алланы танытпау, Құран үйретпеу, баланы жаратушыға жақындатпау, вот это страшный күнә. Фамилияда тұрған күнә жоқ. Фамилия ең последний, плюс тағы да последний дүние. Барлық нәрсені идеальный қылып бітіп, тіліңе ие болып, мұнаның бәрін идеальный қылып, тек қана фамилия болса, фамилияға Құдайдың рахымы жетеді, Құда қаласа. Баланың құлағына азан қалай шақырады? Құлағына айтпайды азанда. Құлағына айтып, баяғыда бір кішкентай балаға бір дауыс қатты молда мен сияқты келіп қаттыра айғайлап қойыпты. Сөйтсе баланың көзі мынандай оқыпты кейін. Осындай оқпай жүрмесін. Сауса баланың көзін құртып алмаңыздар. Құлағына айғайламайды. Құлағына айғайлам деп баяғы бір шал өлтіріп алған бір баланы. Жоқ, шыңғыртып. Олай істелмейді. Жәнде тұрып, жай айғайлаудың керегі жоқ. Жай Аллаху акбар деп азан айтады, болды. Вообще азан айтудың мағынасы не? Азан айтудың мағынасы баланы бірінші туа салған кезде бүйтіп жерге түскенде хоп деп тосып аласында, құлағына Аллаху акбар деп айтуды айтылады. Оны бір айдан кейін, бір жылдан кейін кеше бір 15-16 баланы өгіздей қылып алып кепті, құлағына азан айтып берді. Ой, болды, азан бұған жүрмейді. Енді азан айтып, қазір намазға айтып, микрофонға қолыңды былай ұста, құлағыңды былай ұста, болды, бітті сонымен дедік. Мәселе ол азанмен айту емес, мәселе азанмен өмір сүруде. Азанды қазанын айландыруда. Вот сол өмірге керек. Құр бастан жоқ азанды айттың, ана әйелін ұрып өлтіргендер, наркомандар, игромандар, лудаман,
Одан кейін жағы токсикомандар, педофилдер барлығының құлағына азан айтылған. Не пайдадан? Значит, азанмен өмір сүрмеген. Номеріңді айт, жалмауыз дегендердің көбіне азан айтылған. Не пайда азаннан? Азаннан пайда жоқ болады, егер азанмен өмір сүрсе пайда болады. Азанмен өмір сүрмесе, былай кіреді, былай шығып кетеді. Еще кірсе жақсы, кірмеуі де мүмкін. Бірақ негізі азанды әкесі айтқаны жақсырақ болады. Ұлым 7 жаста, сөйлемейді, сізге апарып тілін тартсам бола ма? Болады. Өмірде неше түрлі жағдайларды естіп, көріп жатасыз, жүрекке қалай қабылдамай жүресіз дейді. Ғашық болған дейді. Жын ғашық болған. Ойбай, бісміллә. Жын ғашық болған деген сөз бар. Келеді кітаптарда. Жынға зиян беру, жын сол үшін мына шешінген кезде дейді. Бүйтіп шешінгенде айнаның алдында. Бірінші дұға оқып барып шешінсін деп дәстүріміз, сүннет дәстүр солай үйретеді. Өйткені жын ғашық болу бар. Анамыздың атынан жеңгеміз умраға бармақшы дейді. Біздің әрекетіміз қалай болу керек? Құрметтеу керек. Сол жеңгені алақаныңа салыңдар. Сол әулеттің жеңгесі енді сол. Сол әулеттің анасы сол. Күйеу баласың сен. Есік аузында отыр. Келін, вечный келін. Жоқ, айналайын. Сенің анаңды, енесін құрметтеп, умраға бара жатса, ақша тасыққаннан, құтырғаннан бара жатқан жоқ ол. Или очко жинайын деп бара жатқан жоқ шығар. Бірақ ниетін Құдай біледі, қалай болса да. Дегенмен ол келінге рахмет айтып, келе жоқ, біздің шешемізге біз өзіміз барамыз деп құтырмай қой. Рахмет айналайын. Осы анаңа құрмет қылғаныңа өзің бала шаған қызын көріп, бір қазаққа жылы сөз жетпей жатыр. Бір-бірімізге жақсы сөз, бір-бірімізге қолдау. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Алла бүкіл әлемге рахымдық қылып жіберген пайғамбар, рахымның нұры бола білді, нұрын маңайға тарата білді. Сіз бен біздің көпшілігіміз нұрмен бірге нұр шашпайды, нұр шашса зәрін шашады, зәрмен бірге уын шашатындар бар. Айналдым. Өзі жақсылықты жасай алмасаң зиян тигізбе деген сөз бұл лағат дүние. Сондықтан барып жатыр ма? Рахмет, сізге рахмет. Біздің жеңгемізге ешкім жетпейді. Осы әулеттің бір қызындайсыз деп жақсы сөз айтсаң, жеңгең одан бетер көтеріліп мастанбай ма? Қуанбай ма? Сондықтан соны қуанту, көңіліне жақсы сөз сыйлаудың өзі бір сауап екенін біліңіздер. Адамның жүрегіне жол табу, оған жақсы сөз айту, оны қолдау, бұл ұлағатты дүние. Діндегі ол бір әшейін бейт, біз мән беретін нәрсе емес. Бір мұсылманды ренжіту жаңағы адам өлтірумен тең, оны өлтірумен тең. Не үшін? Адамды кәпір деп сөкпе дейді. Өйткені мұсылман дүниесінде ең адамға айтылатын сөз ол кәпір деген сөз. Сол кәпір деген сөзді айтпа деп айтады. Неліктен? Өйткені оның дәрежесі, ол жаман сөз ол дәрежесімен. Сондықтан мынау ренжіп қалады. Егер ол кәпір болмаса, сен оны өлтірген дейсің, және оның өзің кәпір боласың деген сөз осыдан шығар. Сондықтан сол жеңгеңізге рахмет айт. Кім барып жатыр біреудің рахмет айналайын деп қойыңыздар. Қыздар түсінем, біздің мамамыз ол, өзіміз барамыз деп өйтіп жасама. Рахмет, кейін сіз айтқан жақсы болады. Өтірік айтып мақтау керек пе дейді. Жоқ. Шындықты айт, бірақ жылы сөз. Мен мақтау, мына өзі қисық адам қисық түсінеді. Адам өзі керегін түсінеді, қисық адам қисық түсінеді. Мен мақта, оны космосқа алып қой деп атқаным жоқ ешкім. Барын бардай, жоғын жоқтай. Бірақ жылылық сөз сыйла, жақсы сөз сөйле. Мына ірік ауыздан шірік сөз шығады деген атаң қазақ. Сондықтан жақсы сөз жаныңа майдай жағады. Жылы сөйлесең, жылан шығар інінен, қатты сөйлесең, мұсылман шығар дінінен дейді. 30 жыл қатты сөйледік. 30 жыл қазақты қорладық біз. Бүйтсең тозақсың, бүйтсең өлесің. Сондағы біздің қазақтың жанының сүріней соған шыдаған. Бір жылы сөзге зар болды біздің халқымыз. Мынау коммунистен құтылып, енді тәуелсіздік алып бір жылылық көреміз бе десек, біз ұрыстық, тозақпен қорқыттық, арам қылдық, кәпір қылдық, содан не өзгерді? Жоқ, мейірімдік танытыңдар жаным. Ағайынға бүйтіп алып тұрып, астағфирулла деген төмен түс айналайын. Сен кеше өзің астағфирулла істегенсің. Соны ұмытпа. Біреуді бүйтіп шұқыма, бүйтіп төмен түсті. Я Алла, мен бұдан жаман адам болғанмын. Пайғамбардың шөбересі Зайнал Абидин деген кісі болған, қыз тарапынан. Сол айтады, сені біреу жамандаса дейді, сен оған одан да жамандығыңды айтып бер дейді. Сен ешкім білмейтін жамандығымыз бар. Менің де жамандығым өзіме жеткілікті. Соны айтып бер дейді, сен жамандық. Мен ондай емеспін деме дейді. Мен одан да жаман адаммын деп айт дейді. Сол кезде кішкене тәкаппарлығың төмен түседі дейді. Міне, біз біреуді шұқып қалдық қазір. Біреуді түртіп қалдық. Мына саусақты өзі бүйтіп, біреуге шұқығанға жақсы болып қалдық. Құдай осы бізге осы қазаққа осы саусақты бермей қойғанда жақсы болатын еді. Мынаны бүйтіп
Чұқитын нәрсе таппасақ мұрын чұқимыз. Бұл дұрыс емес, айналайын. Біз чұқығанды қояйық, сонда ел боламыз біз. Сонда алға дамимыз біз. Өзіңді чұқы, өзіңнің кемістігіңді чұқы, өзіңді же. Неге мен сондаймын? Неге мына Құранды бір аятын арабша оқи алмай жатырмын? Атам оқыған кітап еді. Мына Құттаған білік кімнің кітабы? Жүсіп Баласағұнның. Неге мен осыны оқи алмай жатырмын деп, соны қинал, сен атаңның кітабы. Сені дініңнен, тіліңнен, дәстүріңнен құртты. Енді соны орыстың кітабын оқып, не Лермонтовты оқи алмайсың қазір. Не бабаларың кітабын оқи алмайсың. Ни туда, ни суда болып қалдық. Енді соқтан енді мүмкіншілік келді. Жарайды, 30 жылдан айтпай қояйын, өтті кеттен жақсы жаман. Енді бүгін түзелейік біз. Ұрпағымызды өз тілімізге, дінімізге, ділімізге, руханиятымызға алып келетін сіз мен мақта деп, мен мақтап біреуді ілдеп атқан жоқпын. Шындықты айтып, бірақ көтеру, жылы сөзді айтуға болады ғой қазаққа. Соқтан жылы сөз айтыңыздар бір-біріңізге. Күннің астында жүрейік біз бәріміз. Осы бізге жетпей жатыр қазаққа. Қазаққа ақша жетпей жатқан жоқ. Дұрыс. Бізге мейірім жетпей жатыр бір-бірімізге. Нумерология ширк па? Ширк. Бірақ лак дінімізде егер тек қана жаңағы жарылу, күннің суығы, денсаулыққа байланысты болса, онда жаңағы дәрет аларын алдында дәрет алып барып жақсаң болады. Жалпы тырнақтарды өсіру, немесе үстіне типсі жалғау, тағандай манипуляция бар. Соңын бүйтіп оған массаж жасау, бір-біріне жаңа еркекке, еркектер әйелдерге, бұл жақсы нәрсе емес. Йога харам ба? Йоганың өзі гимнастикасы харам емес. Йоганы бүйтіп керілу, былай қозғалмаған бұлшық еттерді қозғау жақсы нәрсе. Біздің намазымыз, құлшылығымыз тек қана бір бағытта болады. Ал енді философиясы йоганың, жаңағы мантралары, күнге қарап отырулары, солардан көмек келеді деп есептеу барлығы ширк, дұрыс емес болады. Алла қызметіңізге берекесін. Рахмет, Алла разы болсын. Баршамызға еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жақсылықтарыңызға Алла өздеріңізге еселеп қайтсын. Алла береке берсін. Рахмет ниеттеріңізге. Хиджаб киетіндердің бәрі бірдей емес қой дейді. Сырты оранға болғанмен ішінде жатқан емес. Ішінде не жатқан білмейсің дейді. Сіз ішін не қыласыз? Біреудің ішін. Ішінде вирусы бар ма, қанша килограмм тезегі бар, қанша килограмм желі бар, сізге керегіне оның арамдығы бар. Ана бұрынғы қазір айтып отыр ғой, ана орамал таққан қыздар бұрын жезөкше болған, жаңа не деп қояды, құдай-ау, эскорт болған, олар өз жауабын береді. Сіз оған басыңыз ауырмай-ақ қойсын. Мен ондай болғанша өзім мындай болайын. Жоқ. Олар өз жауабын өзі береді, жаным. Сен өзіңді, сен біреуге қарама, бұрын эскортница болды ма, каратистка болды ма, вахабистка болды ма, ол өз жауабын өзі береді. Сіз өзіңіз түзеңіз. Біреу осындай болған, біреу келіп, орамалға келіп, намазға келіп жатса, қабыл болсын деген сөзді аузымыздан қимаймыз. Меккеге қажылыққа барып келдім десе, қабыл болсын. Ол Мальдиваға барып, жалаңаш болып, купальникпен бейіп жүрген жоқ қой. Ол Алла үшін атасы барған. Біздің атамыз Мальдиваға бармаған еді. Біздің адамдар жалаңаш о жаққа шомылмаған еді. Ата-бабаң, ешқашан. Ата-бабаң Меккеге барған еліміз біз. Ұлағатын сөз жерде халқым, елім, ұрпағым аман болсын деп сізбен бізге дұға қылған еліміз біз. Енді сол Мальдиваға барғандарға, классно, лайк басып, анау купальникпен түскен суреттерін бүйтіп көтеріп, қандай бренд екен деп, қандай киінген өзің көресің. Біреу қажылыққа барып келіп, умрадағы суретін салса, мейлі оны сурет салу дұрыс емес, екінші мәселе. Бірақ салса, қабыл болсын деп айтуға, мына ауыз, мына қол бармай қалды. Бұл не деген сөз? Сондықтан қабыл болсын, жақсы сөзді бір-біріңізге айтыңыздар. Ол бұрын қандай адам болсын, ондай болсын. Бұрын алдаған болсын, бұрын орынбаған болсын. Бұрынғысына өз жауабын береді. Алланың рахымы шексіз. Біз бір-бірімізге жақсы сөз айта білейік. Сонда сенің келешегің жақсы болады. Біреуді аңдып, біреуге бүйтіп, біреуге теріс лайық қойып, біреуге жаман қайтесің. Қашан ұрпағыңыз не болады? Соны көріп отқан, сіз өліп кетуіміз мүмкін, біз ажалымыз жетсе, бірақ бізден кейінгілер қарайды да соны. Сондықтан жақсы сөз айтыңыздар, жақсылықтың жаршысы болыңыздар. Сонда дұрыс болады. Айтасыз, бұрын не болды, оның бетіне орамал тақты, бұрын ол осыны. Әлбетте, менікі де сәл артықшылық, қайта номеріңді айтып жалмауыз, енді сол бір хит болып кетті ғой, хит болғаннан кейін айтып жатырмын. Хитовый болғаннан кейін хитовый сөздер айтатын болдық қой бізде. Бірақ қалай болғанда да айтайын дегенім, сол негізгі мәселе, біз бір-бірімізге дұрыс нәрсені насихаттауымыз керек. Жалпы кітаптар төңірегінде сұрап отыр, кітаптарды оқыңыздар. Кітап, ғылым, білім. Бірақ мына өзге діннің, өзге ағымның кітабы оқылмайды. Себеп,
Кез келген адам кітап жазғанда ол махаббатын бүкіл ынтасын қойып жазады. Бар ниетімен жазады. Сонда сіз Библияны оқысаңыз, білмеймін, басқа бір теріс нәрсе оқысаңыз, қазір психология оқу мода болып тұр, қазір хит психология оқу. Бәрі психолог шетінен. Сол психологияны, сол теріс психология, Дейл Карнегиді оқыңыз, мейлі басқасын оқыңыз, Флоренсаны оқыңыз, бәрібір қайсын оқысаңыз да солардың махаббаты, соның салған іліміне кіріп кету қаупі бар. Сондықтан сіздің атаңыз оқыған кітапты оқысаңызшы бірінші. Атаңыз дәстүрімізден ұласқан, жолымызбен үндескен, келешегімізбен бірлескен Құранды оқыған, пайғамбардың хадисін оқып барып, өзіне тұғырды бекітіп, содан кейін басқа нәрсе оқысаңыз бір бөлек. Ұстаз, фотолар ілініп тұрса, намазбен бірге Құран қабыл бола ма? Қабыл бола береді. Сурет тұрған жерде намаз қабыл болады. Қай жағында тұрса да мәкрух болады деп айтылады. Енді арамға жақындатады, алдында тұрса ширк ретінде. Бірақ сіз оған бірақ негізі сурет қоймаған жақсы, үлкен қып сурет қоюдың аса қажеті жоқ деп айтамыз. Қайын жұртты жек көретін күйеу бала туралы не айтасыз? Қайын жұртты жек көрген адам әйелінің қадірін дұрыс түсіне алмаған адам. Және өзінің қадірін дұрыс түсіне алмаған. Алдыңа ас әкеліп, өмірлік сенің жарың болған әйеліңнің атанасын, немесе күйеуіңнің атанасын, енесін, қайнатасын құрметтей алмағандар өзі құрметсіз адамдар. Түбі де құрметсіз болады. Неге? Өйткені атана үшеу болады. Дүниеге келтірген, тәлім берген, және қызын беріп, ұлын бергендер, бұлар қайната, немесе қайнене дейміз, немесе қайын жұрт дейміз. Бұлардың барлығы құрметтеуге лайықты адамдар. Құрметтеуге лайық деген сөз солардың қолына кіріп алып, аяқ қолын сүйіп жатып ал деген сөз емес қайын жұртына, бірақ тиісті құрметін жасап, оларға дұрыс қадірлей білу керек. Кафеге барсаң, бәріміз кафеге барсақ, кафедегі официант сіздің қолыңызға ең бірінші меню әкеп береді. Менюді ашып, алып келген қыз әдемі болса, рахмет деп ыржың-ыржың етесің. Тамақ алып келсе, ыржың-ыржың етіп рахмет айтасың. Ол сенің ақшаң үшін әкеп жатыр, күнін көру үшін саған жасап жатыр. Ал саған күнде тамақты бесплатно беріп, сасып кеткен, көгеріп кеткен киіміңді жуып, саған өмірлік жар болып, әрең шыдап, аузыңдағы денеңдегі иісіңе әзер шыдаған, мұрнын жауып тұрып әзер шыдап, сол иіске өзі үйреніп кетеді содан кейін. Сондай болған адамның ата-анасына, жақындарына сөз сөйлеген әлбетте бұл надандықтан басқа еш нәрсе емес. Грубо айтатын болсақ. Тұрмысқа шығу үшін арнайы оқылатын дұғалар бар ма дейді. Ойбай, сол дұғаларды білгілер, қыздар отырып қалмайтын еді ғой. Сондай дұға оқи бер, барлығын, Алла күйеуге шығу ниетіменен оқи бер. Одан кейін күйеуге шығып кеткеннен тасайса ма? Болды ғой, күйеуге шығып кеттің ғой. Зачем маған ол Құран? Қазір мен соны айтсам сізге. Содан кейін сіз күйеуге шығып алғаннан кейін вообще оқымай қоясың. Не болды? План орындалды ғой деп. Жоқ жан, оқи бер. Қандай дұға бәрін оқи бер, сол сізге күйеуге шығудың дұғасы болады. Сол перзент сүюдің дұғасы болады. Бізге именной дұғалар керек. Бір күні Мұса пайғамбар Құдайдан сұрапты. Құдай маған өзіме бір дұға үйретші депті. Конкретный, четкий дұға болсын депті. Алла тағала ла илаха иллалла депті. Сөйтсе Мұса пайғамбар айтты, ол ла илаха иллалланы елдің бәрі біледі депті. Елдің бәрі айтып жүрген ла илаха иллалла. Маған өзіме хас, өзіме тікелей бір дұға үйретші депті. Сөйтсе Алла тағала ла илаха иллалла депті. Бүкіл армандарым, мақсатым жеріледі, дұға үйретшісі ла илаха иллалла депті. Содан кейін Алла өзі айтты дейді. Қана мұқидап. Егер ла илаха иллалланың таразының бір бетіне қойсам, бүкіл әлем, дүние, аруақ, тірі, өлісімен барлығын таразының екінші бетіне қойсаң, ла илаха иллалланы еш нәрсе басамайды деген екен. Сондықтан тіліңіз кәлимада болсын. Ата-бабаңның ұлы сөзі, пайғамбардың ұлы сөзі, Аллаға жаққан сөз. Кәлиматан, хафифатан, ең жақсы иләллисан. Пайғамбар айтады, екі сөз бар дейді. Тілге жеңіл, айтуға оңай, тақилатан иләл мизан. Неде таразда ауыл болатын. Ол қандай дұға? Ол субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим. Демек, субханалла, алхамдулилля. Осы сөздерді шаман келгенше айт, бірақ елдің көзінше субханалла, субханалла деп айтпа. Ішіңнен айт, ішіңнен айт. Сондықтан ла илаха иллалланы өзіңнің ішіңнен айта бер. Максимально айт. Сонда жаман сөз айтпай қаласың, боғауыз айтпай қаласың, өсек, ұшақ, ештеңе айтпай қаласың. Не үшін? Жақсы сөзді көп айтсаң.
осындай жақсы нотада Алла разы болсын. Жазылмағандарыңыз міндетті түрде жазылып қойыңыздар деген өтініш.